Біздің су ресурстары инспекциясы бөлімі негізгі міндеті осы су ресурстары маркетинг жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне қарасты қызмет көрсету аймағында барлық қала бойынша қойылған 4000-нан аса жалпы көшелік, жалпы үйлік және аумақтық су өлшегіш құралдары. Сондай-ақ жеке абоненттердің су өлшегіш құралдарының жұмысын бақылау, тексеру, сараптау, зерделеу. Жалпы қала бойынша қазір бізде 168 аумақтық су өлшеуіш құралы бар. Сонымен бірге 2186 жалпы үйлік су өлшеуіш құралы, сондай-ақ 2054 жалпы көшелік су өлшеуіштер құралдары тіркелген. Соңғы үлгідегі жоғары метрологиялық санатты, сезімталдығы ең төмен шекті, қашықтықтан көрсеткіш алатын құрылғысы бар соңғы S-класс су өлшеуіш құралдары. Біз су өлшегіш құралының басына барып, ол жерден су өлшегіш құралының снипке сәйкес екендігін тексереміз біріншіден. Екіншіден, айналма пломбасы тексеріледі. Айналма пломбасы өзінің заводта қойылған механический пломбасы. Сол екі пломба тексеріледі. Одан кейін барып, көрсеткіштер асу базасымен сай ма, сай емес пе, соны тексеріледі. Одан кейін қашықтықтан көрсеткіш құралы Орион, Вавиот деген екі құрылғы бар. Сол құрылғылардың асу базасына берген көрсеткішін және де біз су өлшегіш құралында көріп тұрған көрсеткіш екеуін салыстырып, дұрыс, бұрыс екенін тексеріліп анықталады. Әртүрлі жағдайлар болады ғой. Кейбір су өлшеуіш құралдары тоқтап қалады. Кейбіреу қасақана адамның қолыменен бұзылады. Соларды анықтаған жағдайда тез арада шешім қабылдап, сараптамадан өткізіп, кінәлі тұлғаны тауып, соған осы су өлшеуіш құралының жалпы кеткен жөндеуге, ауыстыруға кеткен шығынды өндіру. Егер су торабында логотип, телефон нөмірлері, орталық диспетчерлік құбырдың, тораптың нөмірлері болмаса, ол абонент ертең кімге барады, кімге звондайды. Ол болмаған жағдайда адамдарға қиындық туғызбас үшін сол міндетті түрде болу керек су тораптың бетінде. Ең қауіптісі кәріз жүйелеріндегі және су құбырларындағы орналасқан құдықтардың беті ашық болса, бұл үлкен проблема. Кесте бойынша жалпы орамдық су өлшеуіш құралын тексеріп келдік.
жалпы орамды су өлшеуіш құралын көріп, ай сайын көрсеткішін көреміз. Бомбасы тұрма тұрған жоқ па, су өлшеуіш құралы дұрыс істеп тұрған жоқ па тексереміз. Істемей тұрған жағдайда ЖС Водомер мекемесіне тапсырыс береміз уақытылы жууға. Көрсеткіш ай сайын алынады. 300 мм жоғары су құбырлары орналасқан суаққылар дейміз. Соларды жүріп өтетін обходчиктердің де соңынан бақылаймыз. Өйткені ол обходчик қазіргі жүрген жеріндегі сәйкессіздіктерді анықтап, ол ГИС-ке картаға енгізу міндеті. Тексеру мақсатымыз мынау тұрған су құбырларының құдықшалары тұр. Судың құдықшалары, ана жерден өткен коллектор, канализация құбырларының құдықшалары тұр. Осы күнделікті жүрген кезде осылардың біз тексеруіміз жабық тұру керек, қақпақтары жабық тұру керек. Ашық тұрған жағдайда сразу хабар беріп жаптыртамыз. Одан кейін тексеретініміз су құбырларының бойымен жүріп отқан кезде кейбір жерлерде жер астында су құбырлары жарылып, суды бетке шығу болады. Біз соларды хабар беріп, уақытында ретке келтіруіміз керек. Біздің мысалға мынау жүріп отқанымыз, мысалға 2 айда бір жүріп отырамыз. Күніге 8 километр жүргеннің өзінде 10 күнге 80 километр, бір айға 240 километр. Бір айда 240 километр жүріп отырмыз. Ал 2 айда 540. Бір айда 240 жүретін болсақ, бір жылда 3,5 мыңға где-то километр жүріп қойғанымыз болып тұр ғой. Қазір келесі көшенің қиылысында тағы да құдықшалар тұр, соны қарап өтеміз. Біздің мына бір күндік тексеру жұмысымызда су құбырының бір 40-50 шақты құдықшасы шығады. Және кәріз құбыры да сол шамада шығады, әр участокте. Және әр ящикте мынандай логотип тұрады. Бұл біздің водоканалдың орталық диспетчердің нөмірлері тұрады. Егер мына жерде бір жағдай болған кезде, су ағып жатыр ма, бір аварийный состояние болған кезде, мынау осы нөмірлермен хабарлайтын логотип тұру керек. Колодец жабық. Мынау нормально. Бәрі нормально. Болды. Біздің бөлімде 5 инспекторымыз бар, және 2 аналитик, еміз сараптаушы, жетекші инженер және аналитик экономист. Сол екеуі барлық осы 4400 су өлшеуіш құралының барлық жұмысын сараптап, ай сайын сараптап отырады. Соның қандай жетістігіміз бар, қандай кемшілігіміз бар, қай су өлшеуіш құралы қалай жұмыс істеп жатыр, бізге тиімділігі қай марка. Біз қазір негізгі 4 маркамен жұмыс істеп жатырмыз. Апшерон, Айтрон, Сенсус, осы үшеуімен. 4-шісі Сенер. Сенерді біз уже В-класс болғасын кейін, оны жаңағы мемлекеттік тексеруден сәті келген кезде, біз оны жаңа С-классы счетчиктерге, су өлшеуіш құралдарына ауыстырамыз. 40-тағы бұл 2400. Так, мынау қазіргі тексеру кезіндегі көшенің тексеріп өттік барлығын. Барлық құдықшалар жабық қақпақтары. Мынау су құбырларының ящиктері, су өлшегіш тұрған ящиктердің бәрі іші реттеулі. Ауыз сумен қамтамасыз етіп отырған біздің мекеменің жұмысы одан әрі жақсару үшін сіздердің де көмектеріңіз қажет. Мәселен, қала аумағында, қала ішіндегі, көше бойындағы
үлкен үйлердің ауласындағы су құбырлары орналасқан, кәріз жүйелері орналасқан құдықтардың бетінің ашық қалуы ол сіздерге үлкен нұқсан келеді. Ойнап жүрген балдар түсіп кетеді. Болмаса ересек үлкен кісілер түсіп кетеді. Сондықтан сондай ашық құдық, қақпақ ашық, болмаса қазылған шұңқыр жерлерді көрсеңіздер, бізге орталық диспетчерлік торапқа тікелей хабарласуларыңызға болады. Телефоны 32 12 74 32 35 74. Күндіз түні тәулік бойы жұмыс істейді. Сондай сәйкессіздіктердің алдын алсақ, біздің де жұмысымыз алға басады. Сіздерге де ешқандай қиыншылық, бір жағдайлар туындамайды. Сондықтан сіздерден өтінетініміз, бізге осылай сөз жәрдемі, жаңағыдай қол жәрдемі дегендей беріп тұрсаңыздар құба-құп болар еді.